Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз бүтін көрсеткішті дәреже тақырыбын үйренетін боламыз. Қазір бүтін көрсеткішті дәрежеде қалай өрнектер орындалады, соны көрсететін боламын. Біз бұған дейін натурал көрсеткішті дәрежені және көрсеткіш дәрежесінде 0 болатын өрнектерді қарастырғанбыз. Қазір мысалы 2-нің -3 дәрежесі, айталық санның теріс дәрежесі. Онда біз қалай жазамыз? Біз былай жазады екенбіз. Бөлшек сызамыз, бөлшектің алымына 1-ді жазамыз да, бөліміне мына жердегі тұрған өрнекті оң дәрежемен көшіреміз. Яғни қарама қарсы санды қоямыз да, мінекей мына тұрғыда жазамыз. Сонда 1 бөлінген 8 болады. Ал 2-нің 3 дәрежесі бізде 8 қой. 2-нің -3 дәрежесі 8-ден 1-ге тең. Осыдан формула жазатын болсақ, А-ның -n дәрежесі тең 1 бөлінген А-ның n дәрежесіне. Мінекей осы формуланы біз пайдаланып есептер шығарамыз. Қазір егер берілген өрнегіміз бөлшек түрінде келсе, мысалы 5-тен 2-нің айталық -2 дәрежесі деп өрнек келетін болса, бұны біз былай жазады екенбіз. Мына санның оң дәрежесімен жазу үшін 1 бөлінген деп жазуымыз керек қой. Мына жерде бөлшек болғандықтан 1-ді мына бөлшекке бөлгенде кері айналып кетеді, немесе мына түргіде деп жазып көрсетсек болады екен. Яғни дәрежесіне оң сан қоямыз да, берілген бөлшекке кері бөлшекті жазамыз. 2-ден 5-тің 2 дәрежесі деп, сонда 4-тен 25 деген санға тең болады екен. Қазір есептер шығарып көрсететін боламын. 6-да 4-ші есеп, 9-шысы жақша ішінде -2 бүтін 2-ден 1-дің -3 дәрежесі. Мінекей қараймыз. Біздегі беріліп тұрған өрнек, балалар, бөлшектің ішінде аралас сан түрінде келіп тұр. Біз аралас санды дәрежеге шығару үшін бұрыннан да білеміз, оны бұрыс бөлшекке айналдыру керек. -2 бүтін 2 мен 2-ні көбейтіп 4, 2-ден 5 деп аламыз. -3 дәреже. Әрі қарай, мінекей жаңағы мына формуламызға келдік. Демек, -5-тен 2-нің 3 дәрежесі деп бұлай өрнекті қойып алсақ жеткілікті. Әрі қарай тең -2-нің 3 дәрежесі. Неше бізде теріс сан шығады ғой, тақ санның теріс санның тақ дәрежесінен теріс сан шығады. 2-нің 3 дәрежесі 8-ді береді. 5-тің 3 дәрежесі 125. Яғни шыққан өрнегіміздің мәні -125-тен 8-ге тең болады екен. Келесі есеп В тобынан шығарайық. 6-да 6-шы есеп. Есеп теңдер дейді. Біріншісін көрсетейін. 3 көбейтілген 12-нің -2 дәрежесі. Әрі қарай тең 3 өзін жазып ала, көбейту 12-нің -2 дәрежесі 1 бөлінген 12-нің 2 дәрежесі тең 3 көбейтілген 1 бөлінген 12-нің квадраты бізде 144. 3 пен 144-ті қысқартамыз. 3-ке 1-ден 144-ке 3-4-тің 12, 24, 3-ке 8-ден 48, сонда 48-ден 1-ге тең болады. Әрі қарай. Келесі есеп бізде балалар А-ның -1 дәрежесі және В-ның -1 дәрежесі. Бұны қалай орындаймыз? А-ның -1 дәрежесі 1 бөлінген А, В-ның -1 дәрежесі 1 бөлінген В. Енді біз 5-ші кластағы бөлшектерді қосу амалы. Бірінші бөлшекке В-дан, екінші бөлшекке А-дан, сонда В қосу А өрнегіне тең болады. Келесі есебіміз 6-да 8. Ал мына берілген өрнекті бөлшекті бүтін көрсеткішті дәреже түрінде жаз дейді. Яғни бұл деген сөз бөлшектің алымында өрнекті жазып аламыз. 2А, В2 дәреже. Және бөлшектің бөлімдегі сандарды, бөлшектің бөлімінде С квадрат деп тұр ғой, оны алымына шығару үшін қарама қарсы таңбаны қойсақ жеткілікті. X-қа да солай -3. Мінекей берілген өрнекті мына түрде жаздық. Құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабағымызда бүтін көрсеткішті дәреженің қасиеттеріне тоқталатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше арнаға тіркелуді ұмытпаймыз және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз.
келесі сабақта кездескенше.